Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, зерделі ақын, жазушы, көсемсөз шебері, алаш қайраткері Міржақып Дулатұлы ұлт рухын көтерген, қазақ санасын оятқан, азаттық идеясының қалыптасуына зор үлес қосқан тұлғалардың бірі. 1885 жылы Торғай елінде дүниеге келген ол жастайынан білімге құштар болып өседі. Алаш арыстармен танысып, елдің ертеңі үшін күрес жолына түседі. Міржақып Дулатұлы әдебиеттің әр түрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Оның еңбектері ұлттың оянуы мен еркіндікке ұмтылуының символы болды. Тұңғыш өлеңдер жинағы 1909 жылы Петербургте жарық көрген Оян, қазақ қоғамына бұрын-соңды болмаған серпіліс әкелді. Бұл жинақта ол халықты надандықтан арылып бірлікке, оқу білімге шақырды. Бұл үндеу ұлттың еркіндігі мен тағдыры үшін күрестің бастауы болды. Халық тағдырым Дулатұлының прозалық шығармаларына да арқау болды. Ал 1910 жылы жазылған Бақытсыз Жамал романы қазақ қыздарының тағдырын алғаш көркем түрде бейнелеп, қоғамның күрделі мәселелерін айқын көрсеткен шығарма. Бұл көркем прозалық үлгіде жазылған тұңғыш роман қазақ қызы Жамалдың трагедиялық тағдырын суреттей отырып, әйел теңсіздігі, ескі әдеттің зардабы, әлеуметтік әділетсіздік мәселелерін терең көтерді. Жамал бейнесі арқылы бүкіл қазақ қоғамының жан айқайын жеткізді. Міржақыптың тағы бір үлкен еңбегі бала оқытуға арналған есеп құралы, қирағат оқулықтары. Ол қазақ мектебінің негізін қалаушылардың бірі ретінде танылды. Публицистикалық мақалалары, оқулықтары қазақ мектебінің дамуына үлкен үлес қосып, елді білімге, ғылымға шақырды. Ол елдің жер, тіл, оқу ағарту мәселелерін батыл көтерді. Ол қазақ газетінде білім, тіл, жер, теңдік сияқты ең өзекті мәселелерді көтерді. Ұлтының болашағы үшін өмірінің соңына дейін аянбай еңбек етті. Алайда оның жолы ауыр болды. 1928 жылы саяси себеппен тұтқындалып, Соловки лагерінде қайтыс болды. Тек 1988 жылы ғана ақталып, есімі қайта оралды. Міржақып Дулатұлы ұлт үшін жанын қиған, халқына адал қызмет еткен қайсар тұлға. Ол сөзінде өмірінде ұлттың болашағына арнады. Өлеңдерінде ақын өзін қазақ ретінде мақтан тұтатынын да, алыстан алаш десе, аттанамын, қазақты қазақ десе, мақтанамын, болған соң әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан жасқанамын деп айта отырып, ұлттық сана мен мақтанышты оятады. Бүгінгі ұрпаққа Міржақыптың ұлы мұрасы тек өткеннің естелігі емес. Оның шығармалары мен қызметі бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ол ел болудың, рухты биіктетудің, бірліктің нышаны.